Қайырлы күн, құрметті студенттер. Алматы полиграфия колледжі өндірістік оқыту шебері Дүйсенбай Нұрдана Сәрсенбай қызы. Бүгін 22 қыркүйек 2020 жыл. Сабақтың тақырыбы парақтарды кесу. Сабақтың мақсаты оқушыларды кесу машинасымен таныстыру, марзанның қызметімен таныстыру, педальдің қызметімен таныстыру, ұқыптылыққа үйрету. Кесу дегеніміз басылған табақты парақтар екшеленгеннен кейін келесі операция кесу орындалады. Бірнеше бөлікке бөлінген мәтін сол бөлігіне байланысты кесу сызығы анықталады. Кесу сызықтарының саны бөлшек сызықтарына сәйкес келмейді. Парақтарды кесу өте жауапты жұмыс болып табылады. Егер берілген стандартқа сәйкес кесілмесе, басылған өнімді оңай жасайды. Қағазды кесу бірнеше безендіру процестерінде жүргізіледі. Бірінші, қағазды кесу. Басылған парақ болмасын қажетті пішіндегі парақтарға кеседі. Екінші, рулонды кесу, яғни басылған қағаз рулоны рулонды басу машиналарында немесе бөлек рулонды бойымен бөліп, немесе парақтарға кеседі. Үшінші, жан-жағынан кесу. Кітаптарды және кітапшаларды блоктарын бекіткеннен кейін үш жағынан кеседі. Ол безендіру процесіне жатады. Төртінші, түптік қаптама материалдарды пішу. Түптік қаптама материалдарының парақтары және рулон ленталары өлшемі бойынша кітап мұқабасымен немесе тыстарын жасау үшін кесіледі. Бесінші, безендіру процестерінде кесу. Кесу күш әсерінен материалды механикалық жолмен ажыратып бөлу. Бір пышақты қағаз кесу машинасының көмегімен қағаз кесу. Бірінші суретте бір пышақты қағаз кесу машинасының технологиялық сызбасы көрсетілген. Бірінші, қағазды беріп тұратын құрылғы. Екінші, бастыру планкасы. Үшінші, пышақты ұстап тұратын құрылғы. Төртінші, пышақ. Бесінші, кесілетін өнім. Алтыншы, кесілетін машинаның үстелі. Жетінші, марзан. Марзанды әртүрлі материалдардан жасауға болады. Бір пышақты кесу машиналарында қағаз кесуде пышақтың көлденең жылжуы көбінесе қолданылады. Пышақтың жылжуының екі түрі бар. Пышақ көлденең жылжуы және пышақтың тік жылжуы. Егер біз пышақтың тік жылжуын пайдаланатын болсақ, біздің пышағымыз ұзақ уақытқа қызмет жасамайды. Яғни, пышағымыздың жүзі тез кетіп қалады. Көбінесе бір пышақты кесу машиналарында пышақтың көлденең жылжуы қолданылады. Себебі пышақ кескен кезде көлденең қарай жылжып отырады. Сол себепті де пышақтың жүзі тез кетпейді. Екінші суретте бір пышақты қағаз кесу машинасы көрсетілген. Табақты парақты өнімді бір пышақты кесу машинасында кеседі. Бұл машинада түптеу маталарын, пластмассаларды, қатырманы, блокты үш шетінен кесуге болады. Барлық пышақты кесу машиналары механикалық дәрежеге байланысты екіге бөлінеді. Бірақ бір технологиялық схема бойынша жұмыс істейді. Екшеленген қағазды ең алдымен біз машинаның металл столына қоямыз. Металл столы таллер деп аталады. Тегіс жақ шетін машинаның артқы тіреуішіне тіреміз. Және де екі шеткі тірегіне тіреп аламыз. Бұл тіректер форматы бойынша алдын ала
ретке келтіріліп алынады. Тәллерге қойылған қағаз саны 1000 парақтан немесе биіктігі 10-15 сантиметрден аспауы керек. Кесудің алдында қағазды қысу балкасымен қысып аламыз, одан кейін барып кесеміз. Сол кезде пышақ тәллерге түседі, тәллерде марзан болады. Бір пышақты кесу машинасының негізгі бөліктері мынадай. Пышақты бағыттауышпен жабық корпус, қағаз топтамасын ұстап тұратын кесу үстелі, пышақ ұстағышымен және пышақ жетегімен кесу құрылғысы, қағаз топтамасын басып ұстап тұратын қысу құрылғысы, кесу балкасы және оның жетегі, басқару панелі, қорғау құрылғысы, кесілген өнімді бергіш жетегімен бүйірлік терім. Қағазды кесуге өте қатал талаптар қойылады. Олар: парақты биіктігі бойынша кесу сызығының қисықтығы плюс-минус 1 мм-ден аспауы керек. Барлық парақтар кесілгеннен кейін тік бұрышты болуы керек. Парақты көлденең кескенде кесу сызығының қисықтығы плюс-минус 1 мм болуы керек. Ені бойынша кесілген жиектерінің түзулігі барлығына бірдей болуы керек. Фордысқа арналған дайындамалардың ені мен ұзындығы барлық тиражда бірдей болуы керек. Накидка және вкладкалар кесілгеннен кейін биіктігі бойынша 2 мм, ал ені бойынша плюс-минус 1 мм-ден аспауы керек. Открытка, этикетка, брошура мұқабасын кескенде кесу сызығының қисықтығы 0,5 мм-ден аспауы керек. Қағазды кесудің сапалы болуы тек жақсы кесушіге ғана байланысты емес, ол басу формасының басу машинасында орналасуында байланысты болады. Қағаздың дұрыс кесілуін алдымен кесуші, одан кейін цех бастығы тексереді. Кесудің дәлдігі кесу әдісіне, кесу сызығына, топтаманың дұрыс орналасуына, екшелеудің дұрыстығына, машинаның техникалық жағдайына, топтама биіктігіне, пышақтың өткірлігіне, қағаз қалыңдығы, түрі және ылғалдылығына, топтаманың қысқышпен дұрыс қысылуына байланысты болады. Ең алдымен кесу машинасымен танысу. Басқару кнопкалары. Жасыл кнопка – машинаны іске қосу, қызыл машинаны сөндіру. Қара және ақ кнопкалар – затылды артқа, алдыға жылжыту. Қолмен басқару тетікшесі, педаль, басқару панелі, автоматты түрде қорғау құрылғысы, екі жақтан орналасқан, марзан, яғни пышақтың тез өтпей қалуын қорғап тұрады және де парақтарды дұрыс кесілуін қамтамасыз етеді. Қабылдау столында арнайы шариктары бар тесіктер орналасқан. Бұл тесіктер қағаздың үстел бетіне жабысып қалмауын қамтамасыз етеді. Қағаздардың ортасына ауа жіберіп отырады. Кесу пышағы, парақтарды қысу құрылғысы, машинаны іске қосу және сөндіру тетігі. Ең алдымен керекті форматта
өнімімізді қойып аламыз. Керекті форматты таңдағаннан кейін педальды басып, қағаздарды қысамыз. Және де екі жасыл кнопканы бір уақытта басып тұрып, пышақты төмен түсіреміз. Артық кесілгендерді алып, өнімімізді көреміз. Кесетін кезде осы екі жасыл кнопканы бір мезгілде басамыз. Өнімді көрсете Өніміміз саласың. дайын, үш жағынан қолмен кесілді. Дұрыс кесілгенін Жер кесіліп кеткен жоқ. қадағалаймыз. Жұмыс Жұмыс біткен соң машинаны сөндіреміз. Үйге тапсырма. Кесуге қойылатын талаптарды жаттау. Бір пышақты кесу машинаның сыртқы құрылысын жаттау. Бір пышақты кесу машинасының әр құрылысына жеке сипаттама жазу.